Бұл Бақашак онлайн, өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте. Бүгінгі видео сабақтан кейін сіздер Қытай тілінде сен қай тілдерде сөйлей аласың деген өте пайдалы сөйлемді білетін боласыздар. Әрине біз алдында сен Қытай тілінде сөйлей аласың ба, сен Қытайша сөйлей аласың ба дегенді өттік, бірақ бүгін сен қай тілдерде сөйлей аласың дегенді үйренеміз. Өте жақсы, өте пайдалы. Ал кеттік. Бұл сөйлемді сіздер оқи аласыздар. Қараңыздар, астына пининді жазбадым. Неге? Өйткені сіздер тікелей иероглифке қарап оқысаңыздар, менімен қайталасаңыздар, сол кезде жақсы жаттай алатын боласыздар. Ал егер сіз видео сабақтарыма қазір ғана қосылған болсаңыз, немесе кейбір сөздердің оқылуын, аудармасын қайталағыңыз келсе, міндетті түрде өткен видео сабақтарымызды мұқият жақсылап қайталаңыз, сол кезде нәтижеңізде жақсы болады. Ал кеттік. Бұл сөйлемнің оқылуы не хуй шуо ханю. Мағынасы сен Қытайша сөйлей аласың. Бұны біз өттік, барлық жаңа сөздерді өттік. Ал кеттік, тағы да. Не хуй шуо ханю. Қараңыздар, бұл жерде ханю Қытай тілі. Бізге қандай сөйлем керек? Сен қай тілдерде сөйлей аласың? Демек, Қытай тілін сұрайтын сөзді қоюымыз керек. Қалған иероглифтер тура солай қала береді, құрылымы өзгермейді. Не хуй шуо ханю, сен Қытай тілінде сөйлей аласың. Енді Қытай тілінің орнында қай тіл дегенді қоямыз, жарай ма? Қараңыздар. Не хуй шуо шэнмэ юян. Шэнмэ юян деген қай тілдерде дегенді білдіреді. Қараңыздар, алдындағы екі иероглифті сіздер білесіздер, алдында өттік. Шэнмэ не, қандай дегенді білдіреді. Бұл қай жерде болды бізде? Сенің атың кім деген сөйлемнің ішінде болды. Ни чао шэнмэ миңзі. Шэнмэ. Тура сол шэнмэ, екінші нөлінші тон. Қараңыздар. Шэнмэ. Ал қасында юян. Бұл жаңа сөз, оның мағынасы тіл. Орысша езік, ары қарай language, одан кейін түркшесі дил. Тіл дегенді білдіреді. Сонда қай тіл, қандай тіл деген кезде шэнмэ юян деп айтасыздар. Ал енді осы жаңа сөзді мен тоқтала кетейін. Қараңыздар, бірінші иероглиф үй, алдында мен шығарған әріппен, дыбыспен оқисыздар. Бір дыбыс үй, мұнда үшінші тон үй. Бұл қай сөзде бізде болды? Ханю, Қытай тілі. Естеріңіздер ғой, мен айттым. Бұл бір иероглиф, тіл деген жаңа сөздің түбірі деп айтқанмын. Ол тура солай. Қараңыздар, жаңа сөз толықтай юян болатын болса, онда түбірі үй. Мысалы, Қытай тілі, орыс тілі, қазақ тілі, ағылшын тілі. Айтпақшы, бұл жаңа сөздерді келесі видео сабақтарда үйренетін боламыз. Қазақ тілі, орыс тілі дегенді. Енді сол сөздерді айтқан кезде үй деп қана айтамыз, жарай ма? Ал бірақ сен қай тілдерде сөйлей аласың деген кезде толығымен айту керек осы жаңа сөзді. Қараңыздар, үй. Ал енді екінші иероглиф ен, оқылуы и-е-ны. Ен деп оқылу керек. Міндетті түрде екінші тон ен. Таң қалған сияқты. Ен. Енді бірге оқимыз осы жаңа сөзді. Юян. 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 Көрдіңіз, мен бірнеше көбірек қайталап жатырмын сіздерде бұл ерекше дыбысталуды бірдей айта алуыңыз үшін. Тағы да қайталаңыздар. Юян. Менімен бірдей болғанша дейін қайта видеоны қайта қойып қайталай беріңіздер, жарай ма? Юян. Ю деген әріпті айтпаңыздар. Ол жақта алдында айтқандай и мен у бар. Ю дұрыс емес. Юян деп айтпаңыз. Юян ол дұрыс емес. Ешқандай Қытай сізді түсінбейді. Юян, юян деп қана айтуыңыз керек. Мағынасы тіл. Ал кеттік. Енді бұл сөйлемді толығымен оқимын. Не хуй шуо шэнмэ юян. Не хуй шуо шэнмэ юян. Тондарын мұқият сақтаңыздар. Не хуй шуо шэнмэ юян. Тағы бір рет. Не хуй шуо шэнмэ юян. Сен қай тілдерде сөйлей аласың деген сөйлем. Ал енді жауабы. Әрине бұл жерде мен айтамын, мен Қытайша сөйлей аламын деген сөйлемді қазір айтатын боламын. Бірақ бұл жерде байқағаныңыздай Қытай тілі басқаша жазылып тұр. Екі нұсқасы бар. Біріншісі сіз білетін ханю, хан тілі, Қытай тілі ханю. Ал бұл нұсқасы жоңуэн деп оқылады. Мағынасы жаңағы айтқандай Қытай тілі. Екеуі бірдей мағына білдіреді, бірақ кішкене ғана айырмашылығы бар. Мысалы,
Жоңуэн деген ол қытайша әдебиет, қытайша жазба дегенді білдіреді. Мысалы, сіздер банкоматтарда немесе Қытай тілін телефонда орнатқан кезде осы нұсқа болады. Жоңуэн деген, жарай ма? Бірақ сіздер сөйлескен кезде қытайлармен қай нұсқасын айтпасаңыз да қытайлар сіздерді түсінеді, бірдей түсінеді, жарай ма? Мағынасын бірдей қолдана беріңіздер, бастарыңызды ауыртпай қойыңыздар. Мынау қытайша жазба ғой, анау Қытай тілі емес па деп ешкіммен ұрыспай қойыңыз, ешкіммен тартыспай қойыңыз, екеуін бірдей түсіне беріңіз, ештеңе етпейді. Мен алдында мысалы сіздерді ханью мен қалдырып қоюым болушы еді. Бірақ егер қытайлар сізге Жоңуэн, не хуй шуо жоңуэн ма десе, сіздер түсінбей қалушы едіңіздер. Сол үшін мен екі нұсқасында үйретіп жатырмын. Өте пайдалы. Кеттік. Енді бұл сөйлемді толығымен оқимыз. Wo хуй шуо жоңуэн. Айтпақшы, бұл жаңа сөздің дыбысталуын түсіндіруді кішкене ұмытып бара жатыр екенмін. Ал кеттік, түсіндіріп кетейін. Қараңыздар. Жоң, ZH, дж болып оқылады. Әрине, алдында да бізде дж болып келді, бірақ ол жерде жұмсақ оқылды. J әріпімен жұмсақ оқылды. Қай сөйлемде? Ни тяо шен ма меңзі. Тяо деп жұмсақ айттық. Тяо, дже, тяо. Ал бұл жерде жуан, дж. Жоң, жоң деп айта алмайсыз. Әрине, о болып тұрғаннан кейін бұл жуан оқылу керек. Жоң, соңында ың әріпі бар. Жоң, бірінші тон. Жоң, жоң, жоң деп көтермейміз. Жоң деп құлатпаймыз, немесе жоң деп айтпаймыз. Бірінші тонмен. Жоң, жоң, бірінші тон. Жоң. Енді келесі иероглиф уэн. Оқылуы әріпімен. Уэн, уэн. Жоң уэн. Уэн көтерілу керек, таңғалған сияқты. Уэн, жоң уэн. Жоң уэн. Тағы. Жоң уэн. Осылай ғана оқу керек. Әрине, бұл жерде әріпін, элеватор сөзіндегі әріпін қоюға болушы еді. Көп жерде солай түсіндіреді. Бірақ ол жоңуэн болады. Жоңуэн. Бұл жерде қоюға болушы еді, бірақ дыбысталуы 80-70%-ға жақындаушы еді дұрыс дыбысталуына. Бірақ егер біздің әріппен айтатын болсаңыздар, онда барынша 100%, немесе 100% демесек те 99% жақындайды. Бірақ 100 деп айта берейік, ештеңе етпейді. Жоңуэн. Жоңуэн деп айтсаңыздар өте керемет болады. Ал енді бұл сөйлемді басынан бастап тағы да бір рет қайталаймыз. Бір рет емес, бірнеше рет. Wo хуй шуо жоңуэн. Wo хуй шуо жоңуэн. Wo хуй шуо жоңуэн. Әрине, бұл жерге сіз алдында өткен сөзді де қойып оқимыз. Wo хуй шуо ханью. Wo хуй шуо ханью. Мағынасы 100% бірдей. Қайсы сізге қызық, қайсы ыңғайлы, қайсы жақсы оқылады, сізде айтылады, соны айта беріңіз, жарай ма? Wo хуй шуо жоңуэн. Ал енді осы екі сөйлемді басынан бастап жақсылап қайталаңыздар. Менімен бірдей дауысыңызды шығарып, мұқият, ешкімнен қысылмаңыз. Үйде біреу болса, мамаңыз, папаңыз, досыңыз, қай жерде болмасаңыз, далада кетіп баратсыз ба, маңызды емес, дауысыңызды шығарып, мұқият бірдей қайталасаңыз ғана сіз жақсы дыбысталуды өзіңіз шығарып аласыз. Түсінікті ма? Ұмытпаңыздар. Кеттік. Ни хуй шуо шэн мэ юен. Ни хуй шуо шэн мэ юен. Ни хуй шуо шэн мэ юен. Тағы да. Ни хуй шуо шэн мэ юен. Бірдей қайталаңыздар. Сен қай тілдерде сөйлей аласың? Жауабы. Мен қытайша сөйлей аламын. Wo хуй шуо жоңуэн. Wo хуй шуо жоңуэн. Wo хуй шуо жоңуэн. Тағы бір рет. Wo хуй шуо жоңуэн. Мен қытайша сөйлей аламын. Айтпақшы, жазуды да ұмытпаңыздар, жарай ма? Міндетті түрде практика жасаңыздар. Жазылу өте оңай. Пининдердің бәрін жабыстырып жазып шықтыңыз, таңдадыңыз, жібердіңіз. Өте оңай. Айтылуында міндетті түрде практика жасап тұрыңыз, бізге жіберіңіз. Қай жері қате, қай жері дұрыс емес екен, барлығын айтып береміз, жарай ма? Міндетті түрде қараңыздар. Осындай өте пайдалы сөйлемдерді білетін болдыңыздар. Бұл Бақашак онлайн, өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте.